Сіз YouTube'да листать етіп видео көрген сайын сол видеодан біреу ақша тауып жатыр. Бұл факт. Демек сіз де сол сияқты ақша таба аласыз. Бірақ көп адам қателесіп, оған міндетті түрде микрофон, немесе студия, камера, үлкен бір жабдықтар қажет деп ойлайды. Бұл қате. Сізге тек қана керектігі компьютер немесе телефон және интернет желісі болса, сол да жеткілікті. Бұл жақта маңызды идеалды жабдығы емес, идея мен әрекет маңызды. Бүгін ақ өзіңіздің алғашқы YouTube арнаңызды ашып көріңіздер және де алғашқы қадамыңызды бастаңыз. Кім біледі, бәлкім осы YouTube-ның арқасында сен өзіне жақсы бір автокөлік аларсың. Берсін. Егер де сізді ештеңе тоқтатпай тұрса, сіз дайын болсаңыз, онда нишамен танысайық, бастайық. Назарымызда осы YouTube арна, бұл жақта монетизация бар, және монетизация қосу үшін бұндай видеороликтарға қандай іс-әрекеттерді қолдану керектігін бейнероликтің ортасында айтатын болам. Міндетті түрде бұл сіздерге керек ақпарат, сондықтан бейнероликті соңына дейін көріңіздер. Қараңыздар, әр бейнеролигінде 13 миллион 8 миллион жинаған екен, қаралым. Ежемесячный заработок $1300 мен $36 аралықта. Жоқ дегенде бір айда болар $3000 табады. Мүмкін одан да аз болуы мүмкін, social былай қателесу мүмкін. Негізі бұл видеороликтер әр видеосы 5 секундтан тұрады. Табыс кішкене аздау болады, бірақ та күніне 3 видеоролик салады. Ойлаңыздар, күніне 3 видеоролик салады, соның арқасында бұл жақта жақсы табысқа шығады. Яғни достар, мына жақта бірінші осындай Человек-паукта, мысалы, қыз киінген, немесе бір осындай эмоция көрсетілген картинканы Барби стилінде осындай анимациямен көрсетеді бізге. Бұл видеоролик 5 секунд қана болады. Жақсы, енді осындай видеороликтарды қазір сен де осылай жасай аласың. Және бір қызықты, мен мынандай тестовый өзім YouTube арна аштым. Бұны сіздерге ашық түрде көрсетіп жүрмін. Негізі бұл қате, өйткені достар қараңыздар, сіздерге көрсетемін және де аналитика кіремін. Мына жақта аудиторияға өтсем, қазір сіздерге бір қызық көрсетемін. Қазақстан 2-ші орында тұр. Тіпті пайызбен почти США-ға жақын тұр. Негізі бұл арна ағылшынша аудиториясы шетелді, яғни США болу керек, зарубежный, бірақ та мен бұны сіздерге көрсеткеннен кейін, сіздер осы арнаға өтіп көріп атқаннан кейін, даже комментарияда қалдырып атсыздар қазақша, соның арқасында Қазақстан 2-ші орынға шығып кеткен. Негізі сіздерге көрсетпеген кейін, бұл Қазақстан деген вообще, Қазақстан, Өзбекстан деген вообще болмаған. Бұл бірінші United тұрған 20%-пен. Одан кейін Индия, потом Филиппина деген нәрселер тұрған, Бразилия болған, бірақ та өкінішке орай сіздер көрсеткеннен осылай болды. Енді бұл арна осылай болып қалғаннан кейін тестовый арна қалдырып жасадым. Яғни сіздерге ашық түрде көрсетемін, және бұл жаққа кез келген контентті, кез келген нишада видеороликтер сала беремін. Және мен осыған қатысты, мына арнаға қатысты мен видеоролик уже жасап дайындап қойдым. 4-5 видеоролик жасадым, және бірінші видеороликті салып көрдім. Сіздерге қазір бірден результатын көрсете аламын, не просмотр жинап бергенім. Статистикасына қарасақ, бастапқы уақытта бізге примерно 2-3 сағат аралықта 407 просмотр жинап берді. Бұл достар енді шортсқа өте аз. Ұзақ видеороликпен салыстырған кезде ұзақ видеоролик бір 10 просмотр жинады деген тең болып тұр. Енді бұл бірінші видеороликтан ғана, және де мен бұған дейін басқа нишада жүргізген бұл арнаны. Ал егер сіздер жаңадан YouTube арна ашып, және осындай видеоролик салсаңыздар, міндетті түрде сіздер қаралым жинайтын боласыздар. Бізде келесі қадамымыз мына жақта, мысалы осы 3 видеоролигін бізге скрин жасап алу керек, чтобы бізге промпт жазып беру үшін осыған ұқсастырып. Сондықтан қазір сәтте мен мына 3 скриншот жасап аламын. Скриншот жасап алғаннан кейін, мысалы мына жаққа мен скриншот 3 фотоны қойдым. Одан кейін астына жазым: сделай вот такие промпты для 10 штук дедім. И маған орысша ретінде жазып берді. Мен одан кейін мына английский, яғни ағылшынша аударып, и маған мына 10 тал видеоролик уже менде дайын. Келесі қадамымыз, біз Leonardo AI деген нейросетке өтеміз, сілтемесі телеграмда бар. Мына жақта бірінші регистрация өтіп кетесіздер, одан кейін image басасыздар, батырманы. И мына жерде сіздерге модты именно Phoenix 1-ді таңдайсыздар. Мына жақта по дефолту тұра береді. Мына жақта море деген түймені басасыздар, және де бізге 9-16 керек, осыны таңдайсыздар. И мына жақта по дефолту қалғандарын қалдырасыздар.
Енді бізге пронты жазу керек. Пронты білесіздер, бағана уже біз дайындап қойдық. Мысалы мына пронты аламын да мына жаққа қоямын. Қазір сіздерге бірақ видеоролик жасап көрсетемін, ал сіздер осылай күніне 3 видеоролик жасайсыздар. 3 видеоролик жасау үшін сіздерге примерно жарты сағат, одан да аз кететін шығар. Бізге осындай фотолар шығарып берді. Маған ұнап тұрғаны мынау. Сондықтан мен осыны қалдырамын да және де жүктеп аламын. Келесі қадам бізде Dramine деген нейросетке өтеміз. Бұл жақта тегін қазір сәтте бұл бета версия ретінде ашып қойған, сондықтан бұл жақта кредит шексіз қолдансаңыз болады бұл нейросетті. Image деген өтеміз, яғни фото бұл жақта, мені бағана мен жасаған болатынмын. Мына жаққа бірінші біз мына түймені басасыздар, одан кейін бағанаға жүктеп алған фотоны осы жаққа қоясыздар. Қазір мен тауып алайын, қайсы мынаны қойдым. Фото жүктелгеннен кейін мынақта add деген текстурасын шығарып береді, мынандай осындай ретінде. Чтобы осындай фотода бізге жаңа фото жасап береді, бірақ стилін өзгертеді сондай. Save деген түймені басамыз, міндетті түрде солай жасаңыздар. Одан кейін мына жаққа бізге тоже пронт қою керек, а пронтты мен сіздерге телеграмға қалдырып кетемін. Осы пронтты просто шаблон ретінде қолданыңыздар. И мына қойғаннан кейін төмен жаққа түсеміз. Бізде тоже шортс ретінде 9:6 вертикальный разрешение қоямыз. Мына жақта бізге 6 деген қойыңыздар, ползунокты итеріп. И мына жақта generate деген түймені басамыз. Яғни бұл жақта тегін түрде қолданыңыз деп бізге көрсетіліп тұр. То же самое бізге қазір 4 вариант ретінде көрсететін болады. Соның біреусін қазір таңдайтын боламыз. Достар, бізге 4 нұсқада шығарып берді. Маған мынау ұнады. Енді бұл жақта HD форматы ретінде шығару керек. Біз кішкене качествосын жақсағырақ жасайық. Ол үшін әкті HD деген түймені басасыздар және де сіздерге кішкене качествосын жақсағырақ деген сөз бар ма? Сондай жасап беретін болады. Міне достар, качествосын күшейтіп берді. Енді бұны экранда байқалмайды шығар, но көзге прям бізге байқалып тұр. Мына қараса монитордан. Download деген басамын. Енді бұны жүктеп аламын. Енді біз өзіміз көп қолданатын CapCut приложениясын ашамыз достар. Бұны сіздер телефон арқылы істесеңіздер де болады. Айта кетейін, CapCut'та по шаблону қойып қойсыздар и все, видеоны сықытайсыздар. Яғни бұл жақта анимация да бар, бағана фотолар бәрі жасалған, дайын туры бағана конкуренттің видеоролигындай туры жасалған. Енді қалай жасаймыз? Қазір сіздерге по порядку әр қадамын көрсетемін. Бағана жасаған 2 фотомыз міне жүктеп қойдым. Және де бірінші бізге мына жақта Барбиді бірінші жолға қоямыз. Ал үсті жағына Барби емес, яғни обычный фотоны қоямыз. Және төмен жағын басамыз, именно Барбиді таңдайсыздар да. Енді ол телефонда да табылады, бірақ компьютермен істеп жатсаңыздар, мына жақта маска деген дүние бар, осын басасыздар. Бірінші тұрған горизонтальный масканы таңдайсыздар да, бұны төмен жаққа қойып қоясыздар, по центру қойып. И екіншісін таңдаймыз, именно фотоны. Бұл жақта тоже масканы қоямыз, горизонтальный. Енді қараңыздар, қазір круг жасасам, көрдіңіздер ме? Мына жақта бізде видеодағыдай істелінеді. Бірақ та енді бізге бұл жақта дайын анимация керек. Енді анимацияны біз өзіміз қолмен жасайтын боламыз. Ол үшін бастапқы анимацияны мына жақтан бастаймыз, мысалы. Былай қойып қоямыз. Мына осылай басталады қазір. Мына осылай басталады. Мына четтен бастаймыз сол жақтан. И мына жақта бізге ключевой қосу керек. Яғни мынандай ключ, добавить ключевой кадр қосу керек. Мынаның астында үстінде қосып қоямыз, осылай жасыл басып. Дайын болғаннан кейін бірінші кадрдан бастайсыздар, әрине. Бірінші кадрдан. Осы кадрдан бастайсыздар. И мысалы shift басам да бір рет басам. Мына осылай маған какой-то өз определенный секундта лақтарды, осы жеткілікті. Мен кішкене жылжытам да и былай басам. Тағы да алда жылжытам. Алда жылжытып бүйтемін. Тағы да осылай. Так, кішкене жылжытамын. И кругпен. Яғни достар, мына мышканы басып алдыға итерсеңіз бұл жылжиды, а мына кружочкты басып айналдырсаңыз сіздікі айналатын болады. Тағы да жылжытам, айналдырам. И сіздің анимацияңыз плавно шығу үшін осылай жиірек сізге қозғалтып отыру керек. Осылай істейміз достар. Бұны өткізбей қойын, сіздерге соңына дейін көрсетейін, чтобы бәрі қалып қалмай түсінікті болу үшін.
дейді. И соңғысы бізде кадр полностью жабылады. Болды. Енді сіздерге анимацияны көрсетейін қалай болғаны. Болады, болады. Енді бұны кішкене плавно айналу үшін мына жақта бізге мынандай нәрсе бар. Масканың төмен жағында перо деген бар. Яғни осылай жасасаңыздар кішкене ортасында искажение сияқты болады. Қараңыздар енді. Жасалды. Осылай дайын достар. Сіздер осылай істейсіздерді. Болды. Осыны шаблон ретінде қойып қоясыздар. Цветокоррекция қосам десеңіздер, онда болады. Мұны мен корректировка жасап қойдым. Қазір сіздерге разница бар ма жоқ па көресіздер. Мысалы, мынау без корректировка, яғни осындай свет. Ал егер корректировка, мынандай кіші яркий, сочный қылып жасап қойдым. Корректировканы қалай қосамыз десеңіздер, мына жақта корректировка деген басасыздар, төмен жаққа былай әкелесіздер, созатын жерге созасыздар да, и мына жақта функциялармен ойнайсыздар. Яғни бүйтіп өзіңіз көзге бір приятно көрінетіндей қылдырып, осыны ползуноктармен әдемілеп жасайсыздар. Болды. Бұнда по шаблону сосын қойып қоясыздар. Жарайды, тұра берсін. Одан кейін музыка. Музыка енді бағана конкуренттегі музыканы албасаңыздар болады, немесе без авторский музыканы кез келген бір хайповать етіп жатқан музыкаларды қойсаңыздар болады. Міндетті түрде сол конкурентті алу деген ол міндетті нәрсе жоқ. Міне бізде уже дайын. Енді важный нәрсе достар. Бағана бастапқыда айтып кеткен, сіз авторлық құқықты қорғау үшін және де монетизация қосу үшін сізге мынандай нәрсе бар. Яғни бағана конкуренттің видеоролигіне өтейік. Мысалы кіріп қазір көрсетемін. Қараңыздар, мынандай төмен жағында қыз тұр. Бұл авторлыққа құқылыққа тоже бір пайдасы тиеді достар. Бұл міндетті түрде жайдан жай жасалмаған, именно тиеді. Сондықтан мен де сол сияқты мына төмен жағына қызды қойып аламын. Ал қызды қаяқтан аламыз? Уникальный қыз керек, яғни сіз өзіңіз біреуден көшіріп алмау үшін әрине нейросет көмектеседі. Нейросеттен кез келген бір фотоны жүктеп аласыздар да, клинк айға мынандай видео жасайсыздар. Мысалы мен осы клинк ай арқылы видео жасадым. Осы қызды алып мен мына жаққа қойдым да, мынаған удалить фон деген функция кіріп, мына жақта автоудаление деген ол нәрсе. Мына көріңіз, алып тастап едім, аппақ болып қалды. Автоудаление бассам, артында фонды алып тастайды. Болды. Осы қыз и плюс қасына достар, мына жаққа каналыңыздың атын жазып қойсаңыздар болады. Мен әлі осыған байланысты канал ашқан жоқ. Бұл нешеге байланысты, сондықтан әлі де қандай каналдың атын жазатын білмеймін ғой. Бұл логично да, сондықтан мен әлі жазған жоқпын. Бірақ егер сіз YouTube арна ашып, және де өзіңіздің каналыңыз болса, сол каналдың атын орта жаққа жазып қоясыздар. Ол мысал ретінде қазір көрсетпейтін. Конкуренттің видеоролигінде бар. Мысалы, мына жақта Spider Majesty деп тұр. Бұл авторлық құқықты қорғау үшін тоже жазып қойған. Сіздер сөйтіп мысалы өзіңіздің YouTube арнаңыз атын ортасына жазып қойасыз төмен жағына. Сіздерге түсінікті. Енді мен бұны каждый сүйісіп отырып жасамаймын. Мен бар болған мысалы мына крем дайын шаблонға и мына жақта мышканың оң жағын басып заменить клип деген бассамда бағана фотоны тауып аламын. Так, бізде қайсы еді? Мынау, иә? Осы заменить клип деген басамын. И мына жақта заменить клип тоже жоғары жағында и бағана астына қоямыз. Болды. Менің осындай бір видео жасаған осыға уақыт кетеді. Болды. Кішкене кішкене қысқартсам болады, чтобы бірінші кадр бізде превью болу үшін, осындай сочный превью болу үшін. Болды. Экспорт деген басамыз и 60 FPS-те сохранить етемін десеңіздерді өздеріңіз білесіздер. Разница 3 мегабайтта, сондықтан мен өзім әтір 60 FPS-те сохранить етемін. Осылай сіздер күніне 3 видеоролик жасайсыздар да, күніне 3 видеоролик саласыздар. Өйткені мен байқадым, осы YouTube арна күніне 3 видеоролик салады. Мысалы, 3 видеороликті қазір бір күнде салдым. Каждый жиында мысалы 35 мың, 16 мың, 14 мың, 20 мың, 73 мың, енді әрі қалай бір күнде жоқ дегені получается 70-80 просмотр жинайды 3 видеороликтің арқасында. Осы бейнероликте сіз өзіңізге пайдалы ақпарат алдыңыз деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса достар, міндетті түрде комментарий жазып кетіңіздер, және де бүгіннен бастап күнделікті видеороликтер салып табысқа жетіңіздер. Келесі бейнероликте көріскенше.